Қызылорда қаласы қалыпты тіршілікке оралып жатыр. Жаппай тәртіпсіздік кезінде облыстық соттар ғимаратына қатты зақым келген еді. Бүгінде бүлінген ғимаратты тазалау жұмыстары басталды. Бір күнгі бүліктің бүгінгі бейнесі осы. Аймақтың айнасына айналған орталық алаңдағы облыстық соттың ғимараты астан кестең. Соттан шыққан картинка, телевизор бәрін алып кетіп бара жатыр. Картиналарды да қолдарына ұстап. Осындай соттың ішінен алып шығып жатыр ау деймін телевизорды. Жоқ бара тұр. Бұл кадрлар 5 қаңтар күні түсірілген. Бейнежазбадан орталық алаңдағы бірнеше нысанның отқа оранғанын, тіпті ғимарат ішіндегі заттардың қолды болып жатқанын аңғару қиын емес. Облыстық соттар әкімшісі басшысының айтуынша, шамамен нысанның 70%-на зақым келген, бірақ материалдық шығынның нақты көлемі әзірге белгісіз. Көп заттарымыз жойылған, өртенген, оның ішінде бүткіл жаңа бірінші қабаттағы залдарымыз, сот залдары сол бойы өртеніп кеткен. Ішіндегі сот барысын жүргізетін құралдарымыздың компьютеріміз бар, телевизор жаңа мониторларымыз бар, соның барлығын алып кеткен. Сырдағы сот жүйесінің тарихына арналған мұражайдағы құнды деректердің де біразы өртеніп кеткен. Ал мұрағаттағы істер мен қазіргі күні сотта қаралып жатқан материалдардың барлығы сақтаулы. Сотта қаралып жатқан істердің, құжаттардың ешқандай оларға зиян келмеген. Әрбір судья барынша қолындағы істерді еге болған жағы өртенбейтін жерлерге мұражатта қойған, кейбірлерді өздерімен бірге алып кеткен. Сөйтіп бәрін толыққанды сақтап қалдық. Серверлеріміз сақталған, өртенмеген, онда төрелікке қостық. Енді жұмыс орындарын дайындап жатырмыз. Бүгінде сот ғимараты жарыққа қайта қосылды. Бұдан бөлек жылу жүйесін ретке келтіру қарастырылуда. Қазіргі таңда Қызылорда тазалығы серіктестігі мен сот жүйесінің қызметкерлері бірлесіп, бүлінген аумақты қалпына келтіріп тазалық жұмыстарын жүргізуде.